Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі. Жеңісінің 75 жылдығына арналған ерлік. Оқытушы Мұсабекова Әсем Талғатқызы. Ерлік елге мұра, ұрпаққа ұлағат дей келе. 1941-45 жылдардағы Кеңес одағының Ұлы Отан соғысы, Екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі ретінде тарихқа мәңгі енді. Кеңес одағымен жасаған келісімді фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда бұзып, соғыс жарияламастан КСР аумағына аяқ астынан басып кірді. Бұл жоспар бойынша фашистік Германия мен оның қол шоқпарларының құрлықтағы әуедегі және соғыс теңіз күштері КСР-ға бір мезгілде шабуыл жасайтын болды. Бұл жоспардың басты мақсаты қысқа мерзім ішінде қырауырт соғыс идеясы бойынша 1941 жылдың күзінде қарашада аяқтауы тиіс еді. Фашистік Германияның негізгі мақсатының саяси және экономикалық астары болды. Германия империясы шикізат үшін азық-түлік базасы ретінде қуыршақ мемлекет құруды көздеді. Бірақ кеңес адамдарының патриоттық сезімі әрине бұл жоспарға қарсы тұра білді. Қазақстан халқы отан қорғаушылар қатарына өз еркімен жаппай жазыла бастады. Мысалы, Алматы медицина институтының студенті Манчук Мәметова: отбасымыздан майданға жіберетін ешкім жоқ, ағам да, апам да жоқ. Сондықтан өзімді жіберуді өтінемін деп әскери комитетке өтініш берді. Қазақстандық 36 атқыштар бригадасы 30-дан астам ұлттан құрылды. Соғыстың басталуына байланысты ел экономикасын соғыс жағдайына бейімдеу басталды. Қазақстан экономиканы соғысқа бейімдеп қайта құру әскери бағытқа көшірілді. Бейбіт мақсаттарға жұмсалатын қаржы мейлінше қысқартылды. Көптеген кәсіпорындар қорғаныс өнімдерін шығара бастады. Әрине, Қазақстанға әкелінген кәсіпорындар өте қиын жағдайда жұмыс істеді. Өнеркәсіп орындарымен бірге Қазақстанға майдан өңірінен көптеген мамандар да көшірілді. Ұлы Отан соғысының Қазақстан батырлары: Әлия Молдағұлова, Манчук Мәметова, Бауыржан Момышұлы. Бұлар ұмытылмас ерлік істеген батырларымыз. Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағамбетов те Берлин үшін ұрыстарға өз жауынгерлерін бастап кірді. 1945 жылы 2 мамырда Берлин қаласы алынды. Ұлы Отан соғысындағы ерліктері үшін Кеңес одағының батыры атағын алғандар барлығы 11.600 адам. Қазақстандықтар 497 адам, оның ішінде қазақтар 97 адам, қазақ қыздары 2 адам. 2 мәртебе Кеңес одағының батыр атағын алғандар Талғат Білгелдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский. 3 мәртебе Кеңес одағының батыры атағын алғандар адамдар да бар. Солдат ерлігі орденінің толық иегері 142 қазақстандық. Кеңес одағының орден медалдарымен марапатталған қазақстандықтар 96.638. Осы сияқты 2 мәртебе Кеңес одағының батыр атағын алғандар Талғат Білгелдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский. Отан үшін еңбек етсең, халқыңның сүйген үлгі боласың дей келе сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңдар.